Осындай мамандық бар. Тақырыбы бойынша жасаған презентациям. Дайындаған Мұстафин Дастан, Оспан Әлбаев атындағы жалпы білім беретін мектептің 10-шы сынып оқушысы. Бағалаушы мамандығы. Бағалаушы бұл құрылыстың құнын анықтайтын және құрылысшыларға жұмыс пен материалдар құнын есептеуге көмектесетін маман. Бағалаушыларды салаларға байланысты екіге бөліп қарастыруға болады. Экономист бағалаушы, олардың міндеттері: бюджетті құру, мемлекеттік сайтта жұмыс жасау, сатып алу, тендерге құжаттарды дайындау, келісім шарттар жасау. Инженер бағалаушы, олардың міндеттері: баға белгілеудің теориялық және практикалық аспектілерін түсіну, тендер немесе сауда-саттық ұйымдастыру, ұсынылған құжаттаманы саралау, салынып жатқан объектінің құны мен сапасына жауап беру. Аталған мамандықтың артықшылықтары мен кемшіліктеріне тоқталатын болсақ. Артықшылықтары: құрылыстағы бағалаушы мамандығы іргелі және беделді болып саналады, және де сұранысқа ие, жоғарғы жалақы. Кемшіліктеріне тоқталатын болсақ, бағалаушылар жұмысы кәсіпорындар мен салалық кәсіподақтар шеңберінде әрдайым оңтайлы шешімін таба бермейді. Егер компания жаңа жобаға кірмеген болса, бағалаушылар жұмысты қайта іздейді. Жұмыс орындары: құрылыс компаниялары, маман жобалау ұйымдары, сараптама органдары, қаржылық бақылау органдары, құрылыс мердігерлері. Бағалаушының негізгі қасиеттері: аналитикалық ойлау, дәлдік, ұқыптылық, сандармен жұмыс жасай білу, жауапкершілік, еңбекқорлық. Бағалаушыға қойылатын талаптар: жоғары құрылыс немесе экономикалық білім, құрылыс технологиясын жақсы білу, ақпараттың көптеген көздеріне сенімді болу және экономика туралы жеткілікті білім. Тек құрылыс қана емес, мамандырылған компьютерлік бағдарламалармен жұмыс істеу дағдылары, баға құжаттарын білу. Оқу орындары: Лев Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті, Тұрар Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университеті. Назар аударғандарыңызға рахмет.